Келесі бізде файл батырмасы. Бұл жерде жалпы осы ашық тұрған файлымызды басқаруға арналған көптеген командалар бар. Сақтауымызға болады, атауын өзгертуімізге болады, қағазға басып шығаруымызға болады, және де өзге де командалар. Одан кейін бізде лента басталады. Лентадағы алғашқы вкладка, яғни алғашқы қосымша бет, главная. Бұл жерде жалпы ең көп қолданылатын командалар орналасқан деп айтсақ болады. Яғни әртүрлі көшіру командалары, форматтау түрлері және тағы да басқа командалар. Келесі қосымша бет бізде вставка, яғни қою. Бұл жерде кесте, график түрлері және өзге де командалар бар. Келесі қосымша бет разметка страницы, яғни беттің белгілері деп аталады. Бұл жалпы осы документті, осы файлды қағазға басып шығарылатын уақытта сол документтің сыртқы түрін реттеуге арналған қосымша бет болып есептеледі. Келесі қосымша бетіміз бізде формула деп аталады. Бұл қосымша бетте есептеу үшін қолданылатын Excel функцияларымен байланысты командалар бар. Бірінші кезекте біз библиотека функций аймағына назар аударуымыз керек. Себебі Excelде функциялар өте көп, олардың бәрі лентаға сыймайды. Сондықтан функциялар бірнеше топтарға бөлініп, жеке пиктограмма түрінде көрінеді. Мәселен, егер бізге математикалық функция керек болса, біз математикалық пиктограмманы таңдаймыз. Ішінде осындай математикалық формулалардың тізімі шығады. Ішінен өзімізге керекті біреуін таңдап алайық, мәселен, сумма. Сол кезде бізде диалогтық терезе шығады. Осы жерге бірінші көрсетіліп тұрған полеға біз суммасын есептеуіміз керек. Диаграмманы белгілейміз. Окей. Көріп отырғанымыздай 15 деген санды шығарып берді. Яғни 1-ден 5-ке дейінгі сандардың қосындысы 15-ті бізге көрсетіп тұр. Ең алдымен біз қандай да болмасын формуланы қолданбас бұрын, ең алдымен сол формуланың нәтижесі шығатын ашық бір ұяшықты белгілеп алуымыз керек. Содан кейін барып, қажетті диапазоны белгілеп, жұмысымызды жалғастыра береміз. Келесі қосымша бет бізде данные, яғни деректер деп аталады. Мұнда үлкен деректер массивін өңдеуге арналған командалар бар. Бұлардың ішінде ең көп қолданылатыны негізінен сортировка және фильтрация. Келесі қосымша бет лицензирование, ол көп қолданыла бермейді. Одан кейінгі қосымша бетіміз бет деп аталады, яғни кескін. Бұл қосымша бет арқылы біз файлдың сыртқы түрін басқарамыз. Келесі қосымша бет справка. Бұл жалпы осы Excelдің анықтамалығы деп айтсақ болады. Бұл жерде Excelге қатысты мәліметтер бар. Сонымен қатар бұл жерден Excelде қалай жұмыс жасау керектігі туралы түсіндірме, қысқаша видеоларды да қарап көрсеңіздер болады. Осының ішінен өздеріңізге керектісін тауып, таңдап аласыздар. Енді бұлардан бөлек Excelде контекстік вкладка деген бар. Мәселен, біз қандай да бір графикті салайық. Біз екі контекстік вкладканың пайда болғанын көреміз. Бірінші вкладка бізде конструктор деп аталады. Оның көмегімен диаграммалардың сыртқы түрін өзгертуімізге болады. Түсін өзгертуімізге болады. Келесі қосымша бетіміз бізде формат деп аталады. Бұл жерде де осы графиктің түрін өзгертуге арналған командалар. Бұл екі контекстік вкладка таңдалған элементке тәуелді. Егер біз диаграмманы емес, басқа бір бос орынды таңдайтын болса, онда жоғалып кеткенін көреміз. Сонымен қоса контекстік меню дегенде бар. Онда таңдалған диапазонға немесе объектіге қатысты командалар қарастырылады. Мәселен, мына бір диапазонды белгілейік. Тышқанның сол жағымен, келесі тышқанның оң жағын басамыз. Сол кезде бізде осындай контекстік меню пайда болады. Онда таңдалған диапазонға тікелей қолдануға болатын командалар бар, яғни кесу, көшіру, қою, фильтр және тағы да басқалары. Сонымен қатар контекстік менюдің жоғары жағында мини панель бар. Онда лентадағы кейбір жиі қолданылатын командалар көрсетілген. Егер біз басқа бір объектіні белгілесек, мәселен,
диаграмманы белгілейтін болсақ, тышқанның оң жағын бассақ, онда тағы да көреміз, контекстік меню пайда болады, бірақ ол жаңағы алдыңғы пайда болған контекстік менюден сәл өзгерек. Себебі бұның екеуінің мазмұны өзге, біреуі бізде кесте, ал екіншісі бізде диаграмма. Келесі енді лентаның астына назар аударайық. Бірінші кезекте біз имя деген ұяшықты көреміз. Бұл жерден таңдалған ұяшықтың адресін көруімізге болады. Мәселен, біз қазір тышқанмен белгіледік, С4 дейді, яғни С бағанының 4-ші жолын көрсетіп тұр. Келесі бізде вставить функцию батырмасы, яғни қандайды бір функцияны шақыруға арналған батырма. Бұл батырма арқылы Excel'де бар кез келген функцияны шақыруымызға болады. Бұл батырма негізінен лентада орналасқан формула вкладкасындағы командаларды шақырады. Егер міне батырманы бастық, сол кезде диалогтық терезе шықты. Бұл жерде де барлық функциялар группаға бөлінген, категорияларына байланысты, немесе алфавиттік реті бойынша орналастырсақ, барлық функциялар осы алфавиттік белгісі бойынша шашылып кетеді. Енді осының ішінен математикалықты таңдап көруге кез келген біреуін басамыз. Керекті диапазонды белгілейміз. Окей. Міне бізге нәтижені көрсетіп берді. Келесі жолақ бізде строка формул деп аталады. Бұл жерден біз әрбір клетканың, әрбір ұяшықтың мазмұнын көре аламыз. Мәселен, егер мен мысалға бірінші А1 ұяшығына барып бассам, біз 1 деген санды көріп тұрмыз. Осы формуланың мазмұнынан да 1 деген сан шығып тұр. Міне 2-ні бастық, бізге 2-ні көрсетеді, 3-ті бассақ, 3-ті көрсетеді, ал енді 15-ті басып көруге ұяшықтан біз 15 деген санды көреміз. Бірақ формуланың мазмұнына қарайтын болсақ, бұл жерде осы ұяшықтың қалай пайда болғаны туралы бізге көрсетіп тұр, яғни сумма осы 1-ден 5-ге дейінгі аралықтағы диапазондағы А1 бағанының суммасын көрсетіп тұр. Немесе тең 1 қосылған 4, мәселен, Enter 5. Біз ұяшықтан 5-ті көреміз, бірақ оның мазмұнын қалай пайда болғанын көрсек, 1 қосылған 4 деген формуланың тұрғанын байқаймыз. Дәл осылай өзге де функциялардың мазмұнын көрсек болады. Енді формула жолағының бір пайдасы, бұл жерде таңдалған параметрді өзгертсек болады. Мәселен, бізге 1-ден 5-ке дейінгі емес, 1-ден 3-ке дейінгі аймақты таңдап, Enter'ді бассақ, 1 мен 3-тің арасындағы сандардың қосындысын шығарып берді. Немесе біз бұл жерде суммасын емес, мәселен, орташа мәнін есептейміз деп көрсетсек болады. Бассамыз 2 рет, Enter, яғни бізге суммасын емес, орташа мәнін шығарып беріп тұр. Осымен біздің Excel интерфейсмен танысуға арналған сабағымыз аяқталды.